28 қыркүйекте бүкіл әлемдік құтырмаға қарсы күрес күні аталып өтеді. Әлем бойынша жыл сайын бұл аурудан 55 мың адам көз жұмады екен. Қазақстанда да құтырмадан өлім оқиғалары бар. Жануарлар арасында жұқтыру Риддерде де тіркелген. Қауіпті аурудың алдын алу маңыздылығы жайында әкімдікте сөз қозғады. Соңғы 3,5 жылда Қазақстанда адамдар арасында құтырма ауруының 6 оқиғасы тіркелген. 4-еуі Түркістан облысында, Қызылорда және Алматы облыстарында бір-бірден. Тістелгендердің ешқайсысы медициналық жәрдемге жүгінбеген. Құтырманы сонымен қоса 3 бала және жасөспірім жұқтырып, ол жануар қапқаннан кейін 1 жылдан соң көз жұмған. Это случай буквально этого года. Бұл биыл болған жағдай. Ата-анасының айтуынша 2021 жылдың мамырында жасөспірім итпен қабылған. 7 сәуірде жасөспірімде су ішуден қорқыныш, алаңдаушылық, сүйегінің ауруы, дене қызуының көтерілуі сияқты белгілер пайда болған. Ата-анасы әрине ауруханаға жүгініп ем қабылдаған. Бірақ сол жылы 11 сәуірде бала көз жұмған. Өкінішке орай қайғылы оқиғамен аяқталды. Инкубациялық кезең 1 жыл болған. Құтырма өткір жұқпалы ауру. Оның белгілерінің бірі гидрофобия, судан қорқыныш болып табылады. Инфекция әдетте ауру жануардың сілекейі арқылы, қабуы немесе тырнауы арқылы таралады. Инкубациялық кезең тістеу ауыртпалығына және орнына байланысты әрі 1 аптадан 1 жылға дейін жалғасуы мүмкін. Құтырма ауруы жануарда және жұқтырған адамда қалай көрінетіні туралы Риддердің бас санитарлық дәрігері айтып берді. Как у животного проявляются признаки? Жануардың құтырма белгілері қалай пайда болады? Оның жүріп тұруы өзгереді. Жануар ағаш, шыны сияқты заттарды жұтады, өз иесін танымайды, ал сыртқа шыққанда адамдарға шабады. Күніне 50 км жүгіруі мүмкін, өте ызалы келеді. Бұл аурудың бірінші кезеңі. Соңынан жануардың аяқтары сал ауруына ұшырайды да, ол мерт болады. Адамда ауру әртүрлі көрінуі мүмкін. Қорқыныш, алаңдаушылық, тыныштықтың жоғалуы пайда болады. Су ішуден, судан қорқады. Сол себепті ауру гидрофобия деп аталады. Тіпті желдің өзі де адамға кері әсерін тигізеді. Дене қызуы көтеріледі. Яғни жүйке жүйесі бұзыла бастайды. Келесі кезеңде сілекей ағады, тахикардия пайда болады. Вирус жүйке жүйесінің жұмысына әсер ете бастайды. Медицинаның заманауи жетістіктеріне қарамастан адамзат құтырмадан дәріні ойлап таппаған. Клиникалық белгілерінің көріну кезеңінде оның өлімге әкелуі 100% құрайды. Құтырмадан адам өлімінің көп жағдайларында инфекцияның тасушысы иттер болады. Құтырма вирусының таралуын жануарлардың, адамдардың вакцинациялар арқылы және Риддерде жылдан жылға көбейіп бара жатқан қабулардың алдын алу жолымен тоқтатуға болады. Риддерлік қалалық ауруханасының мәліметі бойынша жыл басынан түрлі жануарлардың тістеуімен медициналық жәрдемге 170 адам жүгінген, 66 кәмелеттік жасқа толмағандар, оның ішінде 2021-22 жылдары туылғандарда. Стационарға жүгінген күнді құтырмаға қарсы 159 екпе салынған, тағы 390-ы вакцинацияның толық курсы аясында салынған. Ветеринардан анықтаманың болмауында екпенің толық курсы жасалады. Құтырмаға қарсы вакцина аурудың пайда болуының 96-98% жағдайларында алдын алады. Вирус присутствует в природе. Вирус табиғатта да бар. Ол қала ішінде де болады. Өткен жылы Риддерде үйдегі иттің құтыру ауруы орын алған. Ол алғаш рет орын алып, анықталып отыр. Құтырма туралы сөз етіп, кездесу қатысушылары қаңғыған иттер мен панасыз мысықтардың Риддердегі проблемасын қозғады. Дәрігерлер мен ветеринарлардың айтуларынша, олар түрлі аурулардың тасушылары ғана емес, қала көшелерінде нағыз қауіп төндіруі мүмкін. Қазіргі таңда заң бойынша жануарларды атуға тыйым салынған. Оларды ұстау және ветеринариялық қызметте уақытша ұстай тұруға рұқсат етіледі. Риддерде мұндай оқшаулағыш Гризодубова көшесінде бар. Іс жүзінде 4 аяқтыларды ол жерде көп ұстамайды. 5 тәулік қана ұстайды, ал бұрынғы немесе жаңа иесі табылып, жануарды әкетпесе, жануарға дәрі беріп ұйықтатады. Мохнатые лапки қоғамдық бірлестігінің волонтерлары өз аккаунттары арқылы әлеуметтік желілерде және өзге де мессенджерлерде Риддер тұрғындарын уақытша ұстауда отырған әрі тағдырлары жақын арада ұйықтату рәсімімен шешілетін жануарлар жайында ақпараттауға бел буды. Зоо қорғаушылар әр құйыршықтың үйі және иесі пайда боларына үміттенеді.
У каждого животного должен быть хозяин. Әр жануардың иесі болуы тиіс. Және жануарларды ұстау, дәрі беріп ұйықтату деген сияқты қызметті атқаратындардың дәл осы қызметтері аз қажет болса деймін.